Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен номер 2 бөлім бойынша жиынтық бағалауды қарастырамыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есепте 132-ні 3-ге көбейтсек 336 болады. 728-8-ге бөлсек 91 болады. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Сандарды бөлінгіштік белгілеріне қарай топтарға бөл. 2-ге бөлінетін сандар 78, 90, 120, 124, 446 және 300. 5-ге бөлінетін сандар 45, 90, 120, 335 және 300. 2-ге де 5-ге де 10-ға бөлінетін сандар 90, 120 және 300. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Қалдықпен бөлуді орында және тексер. Яғни 475.818-ті 7-ге бөлсек 139.402 және 4 қалдық қалады екен. Яғни қалдықты тексереміз. 139.402-ні 7-ге көбейтіп, оған қалған шыққан қалдықты қосамыз. Сонда 975.818 болады. Достар, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаймыз.